Шынымен де ұлдар математикадан қыздарға қарағанда мықты ма? Көп жылдар бойы білім беру статистикасында бір тұрақты тенденция байқалды. Ол ұл балалардың математикадан жиі жоғары нәтижелер көрсетуі туралы. Осыған байланысты ұлдардың туа біткен математикалық артықшылығы бар деген тұжырымдар жасалды. Бірақ бұл шындық па? Зерттеушілер халықаралық деректерге жүгінгенде мүлде басқа көрініс ашылды. Халықаралық студенттерді бағалау бағдарламасы бізге бүкіл әлем бойынша оқушылардың нәтижелерін салыстыруға бірегей мүмкіндік береді. Ал сол зерттеулер мынаны көрсетті. Гендерлік теңдік деңгейі жоғары елдерде, мысалы Исландия, Швеция және Норвегияда ұлдар мен қыздардың математикадағы айырмашылығы білінбейді. Тіпті Исландияда қыздар орта есеппен ұлдардан да жоғары нәтижелер көрсетуде. Бұл өте маңызды белгі. Мәселе биологиялық айырмашылықтарда емес, әлеуметтік орта мен мәдени көзқарастарда. Қыз балаларды бала кезден қолдап, математика қыздарға арналмаған деген стереотиптермен шектелмеген елдерде олар өзіне сенімді болып қана қоймай, шынымен де жоғары нәтижелерге жетуде. Сонымен қатар 2008 жылғы Science журналында жарияланған 7 миллионнан астам студенттердің деректеріне негізделген мета-анализ ер балалар мен қыз балалардың математикалық қабілеттері арасында статистикалық тұрғыда маңызды айырмашылықтар жоқ екенін көрсетті. Бұл теңсіздіктің биологиялық себептері жоқ екенінің тағы бір дәлелі. Математикалық қабілеттер қалыптасады. Олар көздің түсі сияқты тұқым қуаламайды. Егер қоғам қыз балаға сенің қолыңнан келмейді, ұлдардың миы басқаша жұмыс істейді деп түсіндірсе, ол қиын тапсырмалардан қашқақтап, өзіне күмәнмен қарай бастайды. Мұны күту эффектісі деп атайды. Сенен не күтсе, соған бейімделе бастайсың. Ал енді елестетіп көріңіз. Егер қоғам керісінше сенің қолыңнан келеді, сенің қабілетің жетеді, сен табысты боласың деп айтса, онда қыздар әрекет ете бастайды. Қателеседі, үйренеді, дамиды, миы жаттығады, өзіне сенім артады, нәтижелері де жақсарады. Гендерлік теңдігі жоғары елдерде қыздар математика мен техникалық бағыттарды жиі таңдайды. Университеттерге инженерия мен IT мамандықтарына жиі түседі. Ғылыми бағдарламаларға жиі қатысады. Өйткені оларға бала кезден сенің қыз бала екенің математикадан нашарсың дегенді білдірмейді деп түсіндіреді. Ал керісінше гендерлік стереотиптер күшті елдерде ұлдар мен қыздардың математикадағы айырмашылықтары сақталады. Қыздар нашар есептейді дегендіктен емес, оларға өз күшіне сенім берілмейді. Дамуға және қолдауға жағдай жасалмайды. Оларға өзіне сенуге мүмкіндік берілмейді. Сондықтан, егер біз барлық балалардың қабілетін толық ашқанын қаласақ, тек оқу бағдарламаларын ғана емес, айналадағы мәдениетті де өзгертуіміз қажет. Қыздарға ақылды болудан гөрі әдемі болу маңызды. Ұлдар рационалды, қыздар эмоционалды, немесе ерте тұрмыс құру сияқты зиянды көзқарастардан арылуымыз керек. Бұл тек жалған пікір емес, бұл олардың дамуына тікелей кедергі. Стереотиптерден азат білім беру әр бала үшін мүмкіндік. Бұл ортада интеллект, қызығушылық пен еңбек олардың қыз ба ұл ма екенінен маңыздырақ. Бұл бәріміз үшін үлкен ұтыс. Өйткені қоғам көбірек талантты маман, жаңа идеялар мен мықты командалар алады. Сонымен мәселе қыздардың қабілетінде емес, мәселе біз олар үшін қандай қоғам құрамыз. Сенімділік, амбиция, табыс дегеніміз бұл қолдау, құрмет және өз болмысыңмен еркін болудың нәтижесі.